Нан қайдан шығады? Бір күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа піскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші келіп қалды. Тышқан зып беріп тысқа атып шықты. Бірақ алысы ұзамады. Апыр-ай, қайдан шыққан екен осыншама нан? Біліп алып шыққан жеріне кірсем деп қызығып кетті. Тесіктен сақтана сығалады. Нан, сен қайдан шықтың? Деді сыбырлап. Сатушыдан сұра, деді нан. Сатушы, нан қайдан шығады? Наубайшыдан сұра, деді сатушы. Тышқан тымпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. Нан қайдан шығады? Деді бір наубайшыға келіп. Диірменшіден сұра, деді наубайшы. Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыр көбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр. Ұн төгілген аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып жұмғанша қап-қап ұн дайын болды. Тышқан иненің көзіндей танауын тыржитып таңдана қарап тұрды да. Диірменші, нан қайдан шығады? Деді. Камбайшыдан сұрады, деді қырманшы қарт. Тышқан далаға егін орып жүрген камбайшыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес ілгерілеп барады. Сабаның бір бөлек, топанның бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды астауына құйып алып барады. Тышқан шіңкілдеп, камбайшы, нан қайдан шығады? Деп сұрады. Көктемде тракторшы жер жыртып, сеялкашы тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды, көп еңбек сіңіреді. Міне, мынау қалың астық сол еңбектің жемісі. Нан еңбек арқылы табылады, деді комбайшы. Ой, мұның азап қой, мен шалқайып жатып ақ нан таба беремін, деп қутың етті тышқан. Әне, мысық келе жатыр, деді комбайшы. Сол-ақ екен, тышқан бір ескі інге зып берді.